қашанда биік көретін мен басқадан. Менің әкем ең жақсы адам. Менің әкем ең жақсы адам. Осы әуенді естігенде жан дүнием үлкен бір сағыныш пен мақтанышқа толады. Мақтанышқа кенелетіні, менің әкем расында да әлемдегі ең жақсы адам бола білді. Жасұландай әкенің баласы болғанымызға шын қуанам. Сағынатыным Асқар тау әкемнің бізден жырақ кеткендігі. Менің әкем Жетебайұлы Жасұлан 1976 жылы 22 сәуірде Қызылорда облысы Арал ауданында дүниеге келген. Бақытты бала боп, шаңырақтағы 4 бала жетіліп өсіп келе жатқанда кенеттен атам Жетебай қайтыс болады. Әкем небәрі 6 жаста болатын. Атасы Жиенәлі, әжелері Тазагүл мен Сән немерелеріне жетімдікті көрсетпей мәпелеп өсіреді. Үлкендердің тәрбиесімен есейіп, ешкімнің ала-жібін аттамаған адал, жатты да жақындай тұтатын бауырмал, жолы болғыш жігіт болып қалыптасады. 1996 жылы Тазагүл атты анаммен танысып, есімі де, мінезімнің көркемдігі де әжеме қатты үйреседі деп, 1997 жылы екеуі отау құрады. Сол жолы үлкен әжем түс көреді. 2 алтын сырға тағып жатқаны көріп, қуанып оянады. Айтқандай-ақ, сол жылы шаңыраққа бір күнде 2 келін түсіп, көптен күткен қуаныш болады. 90-шы тоқырау жылдары әкем анасынан рұқсат алып, Шоқсу елді мекеніне жұмысқа тұрып, қоныс аударады. Анам екеуі 5 баланы тәрбиелеп өсіріп, ел халықтың батасына бөлінген жандар еді. Адал жардың сыйластығын, мейірім мен риясыз сүйіспеншіліктің қандай екендігін мен анам мен әкемнен көріп өстім. Барша ағайын, дос жаран, бәрі тамсана қарап, екеуінің сыйластығына сүйсінетін. Осындай бақытты сәтте кенеттен өмірден Рамазан ағам озды. Өте балажан ата-анама және бізге мүшел жасқа жетіп азамат боп тұрған Рамазанның ерте кеткені қатты соққы болып дейді. Әсіресе әкеме. Біз жыладық, жұбандық, ал әкетайым бәрін ішіне жинап, бізді қайқыдан алып шыққан еді. Жарқыраған күн секілді барлық жүрекке сәулесі сепкен ерекше жаратылған жан әкем. Жүрегі жылап тұрса да, жүзін күліп тұратын. Үзіліп түскен жапырақ үшін жана ауырған алып бәйтерегім. Ауылдағы барлық нәрсені баласымен байланыстырған әкем Шалқарға қоныс аударғанды жөн көрді. Шалқарға көшіп келген соң Нұррахман дүниеге келді. Әкем кеткенім келді деп ерекше қуанып еді. Темір жолда бригадир болып, Перизат әпкем диплом алып, анам мектепте қызмет етіп, біздер үлгілі оқушы атанып, мамыражай өмір сүріп жатқанбыз. Үйде үлкен қуаныш той болады. Перизат әпкемді ұзатамыз деп күтіп жүргенде, әкем кенеттен өмірден озды. Төбеден жай түскендей аңырап, сенерімізді де, сенбесімізді де білмей қалдық. Қамқорлық пен қайырымдылықты, мейірімділік пен мәрттікті, жылулық пен жақсылықты, адалдық пен азаматтықты жұдырықтай жүрегіне сыйдырған әкемнің өмірден өткеніне әлі де сенбеймін. Әр баласы үшін тау қопарып, тас жаратын, анасы мен бауырлары үшін аспандағы айды да алып беретін, ағайын мен дос үшін жанын беретін әкемді жоқ деп айтуға ешкімнің де аузы бармас. Перизат әпкемді ұзатуға дайындық кезінде қыз баламен қоштасу әнін айтып, ыңылдап әндетіп жүргені көз алдымда. Ағниетті биікке көтеріп, мектеп сахнасында дөңгелене вальс билегені кинофильмнің лентасындай үзік-үзік өтіп жатыр.
Манасты қасынан бір елі тастамай ертіп жүріп Нұррахманмен балаша ойнайтынын қалай ғана ұмытайын. Анамды әжемнен аттас деп, ақ таңя деп еркелеткені құлағымда қалды. Әкем өмірден өткенде құлайын деп барып құламадым, сынайын деп барып бекідім. Өйткені әкем мені асылзат, сен менің ұлым сияқтысың, сен азаматсың деп анаттандыратын. Әкенің осы бір ауыз сөзі менің өмірлік қуатым, жүрегімнің түкпірінде орналасқан асыл сөз. Жан әкем, алып бәйтерегім, жаныңдай жақсы көретін Рамазаныңмен қауышып, жәннаттың төрінде шалқығайсың. Қайран әке, жастығын тез ұрлатқан, мойымай нала шаққа, көңілімен нұр құйып көзімді ашқан, жол сілтеп болашаққа, айтқан ақыл салмақты сөзің мақтан, бастаған парасатқа, жүрміз әлі жан әке өзің жаққан, жылынып сол ошаққа. Тағдырына ұл қызың төзім еткен, бір Алла берер көмек. Жүрміз әлі жан әке өзің еккен, еменді көлеңкелеп.